балалар, біз өткен сабағымызда қайталап болдық. Өте керемет жауап бердіңдер. Керемет жауап бердіңдер. Қолымыздағы ақшаны бір шетке қойып, әдемі болып отырайық. Кәне? Аяқ қолымызды жинап, кәне? Ал балалар, жаңа сабақты бастау үшін мен сендерге кім тапқыр ойынына сұрақ қойғым келіп тұр. Жағада бар, мұқият тыңдаймыз. Жағада бар, сайда жоқ. Тағада бар, тайда жоқ. Қол көтереміз, айқайламаймыз. Айқайламаймыз. Ғалияда? Ол ғадыбысы. Ғадыбысы. Қайдан білдім? Айтып көрекші. Жағада бар. Қандай дыбыс естіп тұрмыз? Ал сайда жоқ екен. Тағада бар. Тайда жоқ. Ол қандай дыбыс? Дыбысы. Тамаша. Лиана қояқшанды. Өте керемет. Демек балалар, бүгінгі сабағымыз Ғ әріпімен танысады екенбіз. Сабақтың бүгінгі сабағымыздың мақсаты сендер Ғ әріпін таниды екенсіңдер және ажыратады екенсіңдер. Және мәтін болады бүгінгі сабағымызда. Сол мәтін не туралы екенін бірге талқылайды екенбіз. Ал кеттік. Ғ дыбысы дауыссыз дыбыс. Айтып көрейінші бірге үшіліп қайталаймыз. Ғ дыбысын көк дауыссыздардың үйіне кіргіземіз ба? Дауыссыздардың үйіне кіргіземіз ба? Айтсықтан? Ғ әріпі дауыссыз үйлеріне кіргіземіз. Себебі айтып көрші. Ғ Өкпеден шыққан ауаға тамағымыз кедергі келтіріп жатыр. Өкпеден шыққан ауаға тамағымыздан кедергі келіп жатыр. Тамаша. Ғ дыбысы дауыссыз дыбыс екен. Әдемі болып отырамыз. Бірінші топ. Ал енді балалар, топқа бөліп алайық. Екі топ қазір бір-бірімізбен сайысқа түсетін боламыз. Жарай ма? Орнымыздан тұрамыз да, топқа бөлеміз. Сол жерден қағаздарды алып алайық. Алып алайық. Алып алайық қағаздарды. Алып алайық. Алып. Жас алып. Алып. Кеттік, отырамыз қолымызға. Қолымызға қағаздар көрсетейікші қаған. Данабек орнымызға отырамыз. Топқа бөлінеміз. Қағаздар көрсет. Қолымызға көк және қызыл қағаздар тұр. Солай ма? Тамаша. Қызыл түс қандай еттер белгіледік? Дауыссыз дыбыстар көк түспен? Дауыссыз дыбыстар белгіледік. Тамаша. Дауыссыз топ. Дауыссыздар тобы мұнда. Дауыссыздар тобы мұнда келеміз. Тезірек, жылдамдатамыз. Орнымызға. Дауыссыздар көк түстер мұнда. Қызыл түстер мұнда. Жылдамдатамыз. Тез. Кетіп боламыз. Балалар. Жылдамдатамыз. Болды па? Орнымызды таптық па? Болды, қоясың. Жылдамдатамыз. Аяқ қолды жинаймыз. Әдемі болып отырамыз. Қолда қағазды астына салсақ та болады. Көк қызыл қағазды астына салсақ болады. Болды, не? Бастай берейін ба? Бұл топ дауыссыздар тобы. Ал мұнда дауыстылар тобы. Ләді сен ақшан қалып кеттің? Сен тұра берсін қазір берем. Міне. Алады, болды. Мұнда дауыссыздардың тобы, мұнда дауыстылар тобы. Өте керемет. Ал балалар, суретпен жұмыс жасаймыз. Бірінші суретте тұрған не? Кім жауап береді? Алпамыз? Ағаш. Ағаш сөзінде Ғ әрпі қайда тұр? Алпамыз? Отырсында. Ортасында кездесіп тұр. Келесі, бұл кім? Қыз, солай ма? Қыздың аты кім екен? Алихан оқи ғой? Ғалия. Ғ дыбысы қай жерде кездесіп тұр сөздің? Дыбысы сөздің басына кездесіп тұр. Демек балалар, Ғ дыбысы сөздің басында кездеседі екен. Және сөздің ортасында кездеседі екен. Ғ дыбысы бірақ балалар, сөздің соңында кездеспейді. Ғ дыбысы тек сөздің басында және ортасында кездеседі екен. Әдемі отырайық. Тез ойла, сөз ойла. Балалар, тезірек ойланамыз. Суреттерге мұқият қараймыз, бір қарап шығамыз кән. Қандай сөздер бар? Апамыз? Ағаш.
Шалғы. Тамаша. Бұғы, торғай, ағаш, шалғы. Ал бұлар кімдер? Бұлар кімдер? Айтыңдар. Жоқ. Бұлар кімдер? Ғарышкерлер. Тамаша. Ғарышкерлер өте керемет. Ал балалар, артығын тап ойынына келді. Бұл жерде қалай ойнаймыз? Суреттерде нелер бейнеленген? Бұл қандай қыз? Жоқ. Бұл қандай қыз? Қарға. Бұл қандай қыз? Шағала. Қандай қыз? Шағала. Бұл не? Сағат. Ал енді бұл жерде қайсақ? Сағат артық неге? Себебі мұнда Сағат құс емес, е? Бұлардың барлығы құстар, ал сағат бізде құс емес. Демек бұл артық екен. Тамаша. Мәтінмен жұмыс кітабымызға қараймыз. Мәтінмен жұмысты бастаймыз. Тізбектеп оқу арқылы мәтінді тыңдап отырамыз. Жарай ма? Тізбектеп оқимыз. Оқығаннан кейін сіздерге сұрақ қоя бастаймын. Солай ма? Бірінші мәтінді кім оқиды? Бірінші мәтінді кім оқиды? Яна. Бірінші. Кітабымызды ашамыз, дайындаламыз, Нана би бола ғой. Яна оқи ғой сен. Кеттік. Күзетеміз бәріміз, кән? Яна, басыға. күзет отырмыз. Бірінші мәтінді бастайды. Кеттік. Яна. Тоқ, тар, таң, айдын, ағалар, ғарышкерлер. Ғарышкерлер. Тамаша. Ағарай, әмене оқи ғой. Күзет отырмыз ба бәріміз? Олар ғарышты. Тамаша. Алихан оқи ғой. Ғалымбек ғарыш, ғарышкерлер туралы біледі. Дана би оқи ғой. Бұл ғарышкер болуды армандайды. Тамаша. Мәтіннің тақырыбы ғарышкерлер екен. Тоқтар, талғар, айдын, ағалар, ғарышкерлер. Кімдер екен? Ғарышкерлер. Олар ғарышты зерттеді. Ғалымбек ғарышкерлер туралы біледі. Ол ғарышкер болуды армандайды. Түсіндік па? Ал енді сұрақ қоямын. Біздің ғарышкерлеріміз кім екен? Космонавт. Дұрыс қой, олар кімдер? Аттарын айтыңызшы жаңа. Аттарын айтып. Яна? Кімдер? Тоқтар, талғар, айдын. Тамаша. Айдын ағалар, олар ғарышкерлер. Ал балалар, олар не істеді ғарышты? Зерттеді. Олар сау болады. Қалмамыз сау болады. Ғалымбек ғарышкерлер туралы біледі ма? Біледі екен. Тамаша. Ол нені армандайды? Ғалымбек нені армандайды екен? Ғарышкер болуды армандайды. Тамаша. Өте керемет. Ал балалар, орныңыздан тұрайық. Серікті сәтін орында балалар. Әдем болып тұрамыз. Кеттік. Сағаттың тіліндей иіліп, оңға бір. Сағаттың тіліндей иіліп, солға бір. Оң аяқ, сол аяқ, жаттығу, оң аяқ. Тамаша орнымызға отырамыз. Ал балалар, дәптермен жұмыс. Дәптерімізді ашамыз. Жүргімді. Қайда мен ал дәптер? Дәптерді аштық па? Бүгінімізді жазайық. Міне, тақтада жазықты. Бүгін қай? Күні қай айы? Қай айында? Қараша айында. Қараша айының нешесі бүгін? 18-і. Жазамыз. Қарашаның 18-і. Бүгін жазамыз. Қарашаның
18. Aslında buldun mu? Aslında yazabilir sözünü toplayalım. Yazabilir. Tutalım. Bu kapıyı çevirsin. Tutalım. Ayağımı bir orada salsın kalır. Şunu sevmedim. Git. Yazamız basayız. Жазу жолынан шығармай, әдемі көркем етіп жазамыз. Aslında aslında dur. Болғандар қалай тұрамыз? Men oğlum kaldı. Hep kaldayım. Дұрыс жаза бер. Yok, hemen çıkmaydı. Неге апам сөйтіп болды менде. 8. Қолдар қабылдайды. Сынып жұмысы. Ал не? Жылдам айтамыз. 10. Ne жерге жазамыз? 18. Тамаша, өте керемет. Жазуға да қараймыз, әдемілеп жазамыз. Ай, кітапты кейде. Болды, сенің жұмысы. Болып ба? Дана мен болды тағы? Yok. Ай, болды. Ben Yok. Hani artık burada mısın? yok, ben doğmadım. Bakalım sonra. Al şimdi vallahi karayız. Annem, babam. Sınıf durması. Nasıl uçuyorsun? Tasmadasız? Çok yavaş. Ben doğmadım. Tamaşa. Annem kayıcı yapışın. Жоғарыдан бастайсың апамыз. Кеттік балалар. Г әріпінің жазылу жолымен таныстырамын. Солай ма? Ya. Бұл біз күнде жазып жүрген бұл не еді? Жазу жолы. Жазу жолымыз еді. Солай ма? Ya. Жазу жолында Г әріпін жоғарыдан таяқшаны бастаймын. Жоғарыдан көлбеу сызық. Оңға қарайсың, көлбеу сызықты. Сызық екінші сызығыма жеткіземін. Және қайырамын. Және қай әріптің элементі керек бізге? Б әріпінің элементі келеді. Оның басына бас киімді қоямын. Және бізге А-ның элементі келеді, белдік келеді. Солай ма қарапен белдікті қойып қойдым ба? Ол қандай ғы болды? Үлкен ғы, бас ғы болды. Ал енді кішкентай ғыға мұқият қараймыз. Жазу жолынан шығармаймыз. Қараймыз.